1500 жыл бұрын мұсылмандарға Алла тарапынан өсімді қарам қылды және өсім бермейсіңдер. Бүкіл адамзат қоғамының дағдарысы сол өсімнен. $1000 біреуге өсім береді, пайызы беріледі. Ол қайтқанда $1200 болады. Анау 1200 қылып алып біреуге береді. Ол қайтқанда 1500 болады. Ол біреуге береді. Ол қайтқанда жаңағы 2000 болады. Сол өсім құлайды да ең соңында сол өсімдердің көлеңкелі жаңағы өсімнен туған табыс қалданғанда бұл өсімдер 675%, 700%, 1000% дейтін пайыздарға барады. Ең соңында бұл өсім, ең соңғы сол өсімнің зардабын көруші халықтың қолына барған кезде әлгі бейшара жер егіп жаңағы маңдай терін төгіп тапқан бидайын оны миллион еселеп сатса да өзінің алған қарызын қайтара алмайтын деңгейге жетеді. Әсілінде ол азғантай сол бидайын егу үшін, суын суару үшін, жалдаған жұмысшысына айлық беру үшін, анау үшін, мынау үшін, оны комбайнмен ору үшін, оны диірменде тартып ұн қылу үшін, оны пакеттеп нарыққа сату үшін, соның бәрі үшін қарыз алады, соның бәрін сатқанда алған қарызы қайтады, өсім қайтады, сосын мәсаған деп береді. Бірақ жоқ, ештеңке жоқ. Ол енді ана бүкіл жерін сатуға бастайды. Енді ол бидайды деге алмайды, келер жылы бидайын деге алмайды, жер қалады. Арғы жылы оның жерін кейін қалып алған адам ол жерді егіп пайда ол да еге алмайды. Міне содан басталады. Содан жаңа қалың бірінен бір өсім алған, яғни соқыршек дейтін басталады. Домино эффекті басталады. Сөйтеді ең соңында халық аш, бірақ жер егілмейді. Халық аш, бірақ балық ауланбай тұр. Халық аш, бірақ ана алмалар шіріп жатыр, бірақ соны алманы баяғыда алып, біреу турап кептіріп, оны алмадан қақ жасап, біреу оны езіп су қосып, жаңағы жемістің шырын жасап, біреу оны табиғи тасып, бір жерден бір жерге апарып, алма сатып, жоқ. Ана жақта алма жоқ деп зарлап жатыр, бірақ мына жақта алманы құрт жеп жатыр. Ана жақта бидай жоқ деп жылап жатыр, мына жақта жаңа жер егілмей жатыр. Оның барлығы неден? Сен бидайды ексең де табыс түспейді. Ана жақтан сен алманы апарып сатам дегеніңше жаңа болады. Сол алма шіріп жатса шіріп жатсын, бірақ сатпайтын болады. Міне сөйтіп, былайша айтқан кезде мен мына оң қолыммен, мына оң қолым сіздерге сол қол болып көрінер. Мына оң қолыммен бүйтіп бір нәрсені аузыма апарып жейін деп, енді жейін дегенде мына сол қолым итереді. Мен оң қолым аузыма апарып, мына сол қолым итереді. Адамның өзінің денесі өзіне қарсы жұмыс жасаған сияқты, тұтас қоғамды бір қалыпқа келген организм десек, осы өсімқорлықтың кесірінен жаңағы қоғамда әне бір жердің халқы аш жатады, бірақ мына жердің бидай егілмейтін жаңағы. Ана бір жерде алма жетіспей, халықтың алмаға деген мұқтаждығы артып тұрады, бірақ мына жақта алмалар құрт жеп, теретін адам жоқ, таситын да, сататын да адам жоқ болып жатады. Міне адамзат қоғамында міне өсімқорлықтан, осындай шектен тыс пайдаға деген құнығудан ең соңында ішектің түйілу құбылысы басталады. Дәл қазіргі біздің адамзат қоғамы бетпе-бет келіп отырған осындай үлкен дағдарыс. Бұл дағдарыстың басы 2009 басталған. Міне сол 2009-дан бері шешілмей келе жатыр. Білесіздер, дүниежүзілік бірінші соғыс 1914 жылы июньнің 28 күні басталған. Сол кезден бастап міне ал енді дағдарыс одан 10 жыл бұрын болды. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы басталды. Ал дағдарыс Нью-Йоркта 1929 жылы басталды. Сол дағдарыс басталып 10 жылдан кейін ғаламдық екі соғыс басталған болатын. Енді сол бойынша есептесек, 2009 жылы басталған бұл дағдарыс шешілмей созылып міне 2020-ке келді. Әсілі 2019 жылы соғыс болуға тиіседі. Бірақ 2019 жылы анығында соғыс басталды деуге болады. Ол соғыс сізге бірінші дүниежүзілік соғыс, яғни 2014 жылдың 28 июнінде басталған соғыс сияқты, не екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы басталған соғыс сияқты соғыс емес. 2019 жылдың аяғында бұл соғыс басталды, яғни биологиялық соғыс болды.
қыспағына шыдамай, Трамптың кедендік салығына шыдамай, арзан тауарын сыртқа экспорттай алмай, Трамптың әбден кеңірдектен қысып бұрышқа тақағанына шыдамаған Қытай басшысы Ши Цзиньпин 2019 жылдың аяғында жер бетіне өзі зерттеп жасаған биологиялық ауруды таратта жіберді. Өзі жасаған. Өзі жасады. Ал оны Еуропа Америкаға таратса, ол қорықты. Еуропа Америка оны сол жерінде жаңа құрсаулап, карантиндеп, дәрісін тауып қоймады. Ол ауруды бүкіл дүние жүзіне тарату үшін алдымен өз халқына таратты. Яғни бұны Қытай тілінде куружи дейді. Яғни өзін өзі зақымдап, жауды сендіреді. Сөйтіп, алдымен өз халқына таратты. Өз халқына таратып, халықаралық әскерилер спорт жарысы дегенді өткізді. Оған бүкіл дүние жүзінен әскерилер келді. Сол заманда коронавирус деген сөз елге тарамай тұрғанда бүкіл әскерилерді тексеру, температурасын өлшеу, ана әуежайда мәскі тағу сол заманда болды. Содан Ухан қаласында, жаңа үлкен қалада Қытай тарихында өте болмайтын, жаңа бүкіл алаңда жаңағы 30-40 мың адамға тегін тамақ таратқан оқиға болды. Қытайда өллахи беллахи тамақ тегін таратылмайды. Біздегі Наурыз сияқты мейрам болып, оған көп көже анау-мынау тарату Қытайда дәстүрде жоқ. Тек аштықта жаңағы байлар халықты құтқару үшін жаңағы халық бірінің етін бірі жемесін деп ботқа таратқан Қытайда болған. Бірақ мына еламан жұрт тынышта 10-20 мың адамды алаңға жиып алып, жаңағы әлдебіреулер ұйымдастырған мерекелік шарада тегін тамақ беру деген жоқ Қытайда. Енді сөйтіп Қытай таратты ауруды. Бұл 2019 басталған биологиялық соғыс. Мен айттым, жаңа дағдарыс 2009-дан басталды. 10 жылдан кейін адамзаттың дәстүрі бойынша дағдарыстың 10-шы жылында соғыс басталады. 2019 биологиялық соғыс басталды. Ал міне сол 2020-ның януарының 1-ші күні қалың елім қазағым деп еңіреп Қытайда сұмдық ауру тарат деп қазақ дейтін халықтан бірінші болып дабыл қаққан ұлыңыз міне біз боламыз. Біз айғайлап тұрып, міне біздің ютубте тұр, Қытайда сұмдық ауру тарат деп 2020 жылдың 1-ші януарында дабыл қақтым. Ал анығында дабыл қағуым 2019-дың ноябрінде, желтоқсанында басталған. Бірақ ол кезде мен провинциялық бақылауда болғандықтан әлеуметтік желіні пайдаланбайсың деген тиымға сай ол дабылдарымды тек телефонмен ел жұртқа айтып Қытайдағы ауруын тараттым. 2019 декабрьдің 31-і провинциялық бақылауым аяқтаған күні алып, видеоны түсіріп, ютубке сап жібердік, білесіздер. Қытаймен байланысты бүкіл Қытайды қуып шық, шекараны жап, құрсаула, қазақ халқын аман сақтап қалайық деп дабыл қақтым. Қазақ оны естіген жоқ, билік пысқырды. Соныменен ең соңында не болды? Қазақ қынадай қырылды. Ал мынау біздің сұмырай билік қазірдің өзінде қазақ халқын ажалмен, аурумен қорқытып, үркітіп ұстап отыру үшін көшеге шығармай, ереуіл жасатқызбай, наразылығын танытпай, аш қалса да үйінде отырып аш қалсын дейтін осы үреймен басқару үшін ауруды Қытайдан неше түрлі аурудың микробын, аурудың вирусын Қытайдан алдырып, оны ауаға шашып, қазақты үреймен қорқытып ұстап отыр.